Тамшы KZ ұсынады. Ұстаз Ризабек Батталұлы, имам Ән-Науауидің 40 хадисі бойынша аудио дәрістер топтамасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ва ман вала. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла субхана ва тағала біздердің жасаған құлшылық ибадаттарымызды, айтқан зікірлерімізді Алла тағала қабыл етсін. Бүгінгі біздің хадисіміздің тақырыбы исламда зиян берудің, біреуге зиян жеткізудің қайтарылғандығы жөнінде хадис. Имам Абу Дауд рахимахулла бұл хадисті исламдағы фиқ мәселесіне қатысты үлкен хадистердің бірі ретінде есептеген. Бұл Әби Саид әл-Құдридан жеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынадай хадисі. Ан Әби Саидин ибн Синан әл-Құдри радиаллаху анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам қала ла дарара ва ла дирар. Абу Саид әл-Құдридан жеткен хадисте, бұл кісі хадис көп риуаят қылған сахабалардың бірі Абу Саид әл-Құдри. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисте былай дейді: ла дарар, яғни зияндық жоқ, уаля дирара, яғни біреуге зиян беруге болмайды. Яғни исламда зиян немесе зиянды нәрсе жоқ, және біреуге зиян беруге болмайды дейді. Бұл хадистен біріншіден кейбір ғалымдар осы арадағы дарар, дирар деген екі сөзден құралды хадис. Жалпы қарағанда бұл екі сөздің мағынасы бір ұғымды білдіреді: зиян беру, зиян жеткізу. Бірақ ғалымдардың кейбірі, басым көпшілігі, бұл екі сөзді екі бөліп қараймыз деді. Біріншісі, тіпті зиян жеткізбесе де біреуге зиян бермеу. Мысалы, бізге біреудің зиян тиген жоқ, біз зиян бермеуіміз керек. Ал енді екіншісін дейді, бізге біреудің зияны тиді, бірақ біз сонда да оған зиян бермеуіміз керек дейді. Сондықтан да хадистің мағынасы исламда зиянды нәрсе жоқ, және біреуге зиян беру жоқ. Тіпті бізге зиян берсін, бермесін, екі жағдайда да біз оған зиян беруге міндетті емеспіз. Тіпті бізге лайықты іс емес. Тіпті біздің қақымыз жоқ. Біреу бізге зияндық жеткізген болса. Міне исламның әділдігі, исламның тазалығы осында міне. Тіпті біреудің бізге зияны тиіп жататын болса, біздің оған бірден зиян бермеуіміз керек. Бірден қолымызды ала жүгірмеуіміз керек. Тілімізді ала жүгірмеуіміз керек. Бәлкім біз сабыр қыламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрген бейнетті осы Алланың жолындағы, Алланың дінін жеткізудегі. Біз әрқайсымыз оны әлі көрген жоқпыз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сабыр етті. Білесіздер, Таифқа барды. Таспен қуды. Ол жерден де өзіне қамқоршы таппады. Сол кезде Джибрил мен Микаил алейхиссалам періштелер келіп не деді? Ей Мұхаммед деді, пайғамбарымызға айтты саллаллаху алейхи вассалам, адамзаттың ұлығы
кешірімді, мейірімді, рақымды пайғамбарымызға біз үлгі алуымыз керек. Не деді? Олардың үстіне мына тауды жауып жіберейік деді. Сен дұға қыл Раббыңнан деді. Жоқ деді пайғамбарымыз. Ал біз бір-бірімізді тыңдамаймыз. Тыңдағымыз да келмейді. Өйткені біз наданбыз. Егер пайғамбардың бұл хадисін біз түсінгенде, біз зиян берген бұлай тұрсын, бір нәрсе айтудың өзі ауыр болып келер еді. Міне адам білмеген нәрсесінің дұшпаны дейді. Дінді толық түсініп, оқып білмегендіктен бір-бірімізге зиянымыз тиіп жатыр. Мұсылманға бауыр, зияны тимеу керек. Керісінше кешірімді болу керек, мейірімді болу керек бір-біріне. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біз хадисінен көріп тұрмыз, зиян жоқ және зиян беру деген нәрсе де жоқ. Бұл хадистен біріншіден біреуге зияндық жеткізу, былайша айтқанда қол жұмсау қайтарылған. Бірақ шариғат талап еткен жаза ол қолданылады. Егер адам шариғатта қылмыс істейтін болса, біз оған зиян бермеуіміз керек деп тоқтап қалмаймыз. Міне исламның әділдігі. Исламдай әділ заң жоқ. Ең мейірімді, ең кешірімді заң ол исламда. Сол исламды бүгінде адамдар жаман етіп көрсетіп жатыр. Олар сол істері үшін қияметте Құдайдың алдында жауап береді. Алла дінін жеткізу үшін бізге мұқтаж емес. Біз Аллаға мұқтажбыз. Сондықтан исламда зияндық беру жоқ. Ал бірақ адам қылмыс істесе, оған жаза қолданылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Егер Мұхаммедтің қызы Фатима бір нәрсе ұрлайтын болса деді, сөзсіз оның қолын кескен болар едім деді. Ал исламда заңға келген кезде, әділдікке келген кезде, ол ешкімге қарамайды. Кімнің туысы бол, бауыры бол, қаралмайды. Өйткені ол ислам әділ. Алланың бір есімі бар, әл-әділ, әділдік қылушы Алла. Алла ешқашан зұлымдық қылмайды. Адамдар өздеріне зұлымдық қылады. Біздің ғибадатымыз қабыл болмаған болса, бұған Алла тағала кінәлі емес, біз өзіміз кінәліміз. Біз намаз оқымаған болсақ, оған Алла кінәлі емес, біз өзіміз кінәліміз. Біз осылай бөлініп біріге алмай жүрсек, бұл Алланың зұлымдығы емес, бұл біздің өзімізге жасап жатқан зұлымдығымыз. Мұсылманнан табылып жатқан әрбір айыпқа Алланың діні кінәлі емес, біздер кінәліміз. Соны түсінбегендіктен, бір имамға бағынбағандықтан, әркім өз бетімен кеткендіктен болып жатыр. Мысалы, біздің күнделікті 5 уақыт оқитын намазымыздың өзі біздің қандай тәртіпте болу керегімізді көрсетеді. Мысалы, имамға үйіп тұрған адамның имамға қайшы нәрсе істеуі мүмкін бе? Мысалы, имам рукуққа кетіп жатса, ол әлі Құранын оқып тұрған болса. Немесе имам сәждеде жатса, артындағы қайсы бір адамның рукуқте тұруы мүмкін бе? Әлбетте жоқ. Бір мезетте иілеміз рукуққа, бір мезетте сәждеге барамыз. Міне мұсылман осындай намаздағыдай бір адамға бағыну керек. Сол кезде бір-біріне зияндық бермейді. Ал біз қазір сол дінді дұрыс түсінбегендіктен бір-бірімізге зияндық жеткізіп жатырмыз. Бір-біріміздің ісімізді бидғат дейміз. Бір-бірімізді адасушы дейміз. Сондықтан құрметті бауырлар, біз Алла тағаланың бірінші аяты адам баласына түсірген. Оқы. Сондықтан біз оқуымыз керек, сауаттануымыз керек. Алланың діні, пайғамбардың сүннәтінде не бар? Сол нәрсені ғалымдарымыз көрсетіп берген мағынада түсінуіміз керек. Әркім өз бетімен емес.
Қайбір исламдағы топты алып қарама, Құран мен сүннетпен дәлелдейді өзінің ұстанған бағытын. Шииттер, олар да өздерінің ұстанған бағытын Құран мен сүннетпен дәлелдейді. Хауариж, неге Алиге қарсы шықты? Хауариждар өздерінің иштихаттарымен, бірақ өздерінің сол істерін Құран сүннеттен деп білді олар. Муътазила неге әхлі сүнна ғалымдарына қарсы шықты? Өйткені ұстанған бағыттарын Құран сүннет деп білді олар. Ал бірақ сонда мен Құран сүннетпен жүрем деген адамның бәрі бірдей хақта бола алмайды. Сондықтан сол Құран мен сүннетті түсіндіріп берген имамдардың, ғалымдардың біз көз қарасын алуымыз керек. Біз әлі Құран мен сүннетті түсінетін деңгейге жеткен жоқпыз. Ал сол Құран мен сүннетті түсінген ғалымдардың тұжырымдамасын, түсіндірмесін біз алатын болсақ, иншалла біз бірігеміз. Біз дұрысталамыз. Ал әркім бет-бетімен Құран сүннет деп ұрандай беретін болса, ол адасудан басқа еш нәрсе емес. Көп адамдар айтады, Құранда келген дейді. Олар Құран былай тұрсын, Құранда арабша оқуды білмейді. Сондықтан Құранда келді деп айтпа. Құранның аудармасы немесе түсіндірмесінде осылай жазылып тұр екен деп айт. Оны кім аударып жатыр? Кім түсіндіріп жатыр? Біз соған қарауымыз керек. Мысалы, мынадай тәпсір бар шииттарда. Мараджал бахрайни ялтақиян дейді. Екі теңіз жолығады деген аят бар Рахман сүресінде. Екі теңіздің жолығатындығы. Олар не дейді бұны? Бұл Фатима анамыз және Али радиаллаху анху дейді. Уаяхруджу минху лу'лу вал маржан дейді. Және осы екі теңіз жолығады, осы екі теңізден маржан тастар шығады дейді, лу'лумен. Бұл Хасан мен Хусейн дейді. Бұндай тәпсір болмайды адамның өзінің ой қиялынан тудырған. Сондықтан біздің бауырлар, дінімізде біреуге зиян беруге болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға қандай зұлымдық жасады адамдар? Пайғамбарымыз олардың біріне де зұлымдық қылған жоқ. Біз де сондай болуымыз керек. Пайғамбардың сүннаты көп. Бір-екі сүннатын ұстап, қалғанына көз жұмып қарауға болмайды. Сондықтан ол дінде біз зияндық бермейміз. Ал егер кім жаза қылмыс қылған болса, оны шариғат аяп тұрмайды. Міне хадистен шығып жатқан мағына осы. Екіншіден, исламда жүктелген, мұсылман адамға фарыз қылынған, уәжіп қылынған, сүннет қылынған әрбір істе мұсылман үшін ол жерде зияндық жоқ. Ораза ұстасаң денсаулығыңа зиян келуі мүмкін дейді, келмейді. Алла тағала адам баласына зиянды нәрсені міндеттемейді. Демек, Алла тағала намазды фарыз қылып атса, оразаны фарыз қылып атса, зекетті фарыз қылып атса, қажылықты фарыз қылып жатса, демек ол жерде хайыр, береке бар деген сөз. Өйткені Алла тағала адам баласына зиянды нәрсені, зиян жеткізетін нәрсені бұйырмайды. Және үшінші бір мағына шығатын бұл хадистен рафхул хараж дейді. Яғни дінде қиындық жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не деді? Дінді қиындатпаңдар деді. Ол сендерді жеңіп қояды деді. Адам дінді қиындатпау керек. Пайғамбарымыз деді, ад-дину юсрун. Дін ол жеңіл деді. Баширу ва ла туассиру деді. Не деді? Адамды сүйіншілеңдер, ва ла тунаффиру. Қашырмаңдар дейді. Жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар. Адамды жақсы хабармен сүйіншілеңдер, оларды қашырмаңдар дейді. Дін жеңіл. Дінді ауырлатпауымыз керек. Пайғамбарымыз айтып отыр. Ассиру ва ла туассиру. Яссиру ва ла, жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар. Баширу ва ла тунаффиру, не дейді?
сүйінші, жақсы хабар берді. Иншалла, Алла кешіреді, Алла жарылқайды, Алла мейірімді деп біз жеткізуіміз керек. Оларды қашырмау керек. Құдай кешпейді сені қалай кешеді деп айтуға болмайды. Біз пайғамбардың хадисінен білеміз, Алла тағала 100 адам өлтіргенді де Алла тағала кешкен. Сондықтан Алла кешеді. Алла тағаланың рақымында еш нәрсе емес, миллион адам өлтіргенді Алла кеші салады. Бірақ ешкім одан сұрамайды, нағып кештің, я Құдай, ол осынша кісіні өлтірген еді ғой деп. Өйткені Алланың мейірімдігі еш нәрсеге тең келмейді. Біз біреуін, екеуін кешетін шығармыз. Адамбыз өйткеніміз. Бірақ Алла тағаланың рахметі кең. Бізге қол жұмсаған адамды бір рет кешетін шығармыз. Екінші рет тұрса кешетін шығармыз. Мүмкін ел кезегі 3-ке дейді ғой, 3-ші мәртеде кешетін шығармыз. Ал бірақ 4-ші рет жасыз айтасыз ғой, бауырым қойсайды. Бірақ Алла тағаланың мейірімі кең. Адам тәубаға бас ұрып, Алладан истиғфар тілейтін болса, иншалла Құдай оны кешеді. Дұға қылыңдар, дұғаны қабыл етемін дейді. Истиғфар қылыңдар, тәубаны қабыл етемін. Тауабур рахим, Алла тәубаны қабыл етуші. Алла тағала Құран кәрімде не деді? Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Алла тағала адам баласына шамасы келетін нәрсені ғана жүктеді. 5 уақыт намаз ба? Демек оған әрқайсымыздың шамамыз келеді. Шамамыз келмей ме? Үйде оқуға рұқсат етті. Түрегеп оқуға шамамыз жетпей ме? Отырып оқымасақ жатып оқуға рұқсат еткен. Рамазанда солай, оразада. Деніміз сау, сапарда болмаймыз ба? Демек ораза ұстаймыз. Сапарда боламыз, ауыз ашамыз. Намазда солай сапарға шық. Бұның бәрі Алла тағаланың діндегі жеңілдік адам баласына жасаған. Сондықтан Алла тағала адам баласына ешқашан ауырлықты қалынбайды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде бір адамның өзінің баласына жаяу қажылыққа баратындығын ант етіп, кейін жаяу шыққандығын көрген кезде пайғамбарымыз не деді? Жаныңды қинамай мініп ал деді. Сондықтан Алланың діні ол жеңіл. Жанды қинамау керек. Ойбай деп ниеттенетін болса, бәрі де жеңіл. Сондықтан біз адамдарға дінді жеңіліп көрсетуіміз керек. Қоғамнан оқшауланып қалу деп ұғынбау керек адамдар дінге келсе. Бізді көріп қызығу керек, сүйсіну керек. Керісінше бізден қашпау керек адамдар. Шіркінай, мен де осы намазхандар сияқты болсам екен. Қараш қандай керемет жүрістерін, тұрыстары, сөйлестері деп үлгі алу керек адамдар бізден. Керісінше қазір бізден қашады адамдар. Қорқады бізден. Сол исламның, діннің жеңіл дінімізді, қасиетті дінімізді сондай ғып деңгейде адамдарға көрсеткен ол біздер кінәліміз. Сондықтан жоғарыда біз хадисте өткен болатынбыз. Тіпті сенің біреуге пайдаң тиюге, қолыңнан еш нәрсе келмейді біреуге пайда беруге. Сенің сол қоғамға, сол дінге, сол бауырларыңа жасаған пайдаң сол сенің, зияның тимеуді ойлау. Біз бұл дінге бір нәрсе істемей қойықшы. Біздің бар жасағанымыз пайдамыз сол болсын. Осы дінге бір кір, осы дінге бір жаман ат тақпайықшы, сол болсын біздің жасаған жақсылығымыз. Дінді жамылып алып біз сол қасиетті дінді кірлеп атырмыз. Ол сауатсыздығымыз әрине біздің. Оған діннің ешқандай кінәсі жоқ. Бөлінеміз, тыңдамаймыз бір-бірімізді. Сен анау, мен мынау. Қайдан адамдар бізге қызығады? Сондықтан дін ол мейірімділік. Сахабалар қандай еді? Әр қайсысы бас-басына бір үлкен адамдар еді олар. Омар өз балдына, Әбу Бәкір, Хамза. Солардың бәрін осы мейірімді дін біріктіріп қойды оларды. Пайғамбарға деген, оның Раббысына деген, Алланың дініне деген махаббат олардың барлығын идіріп қойды. Бір-бірін кішкентай күнінен бірге өскендей қып қойды ислам оларды. Олар өмірлерінің орта жасынан асқан кезде қабылдады исламды олар. 50-ге таяғанда.
бірақ сол исламның сондай мейірімділік, кішіпейілділікке сондай, оларды жас күннен бірге өскендей сахабалардың бәрін бауырластырып қойды. Біз не күннен күнге алыстап барамыз бір-бірімізден. Жек көріп барамыз. Бұл пайғамбарымыздың сипаты емес. Пайғамбардың әкелген діні, ислам діні, ол бірлікке шақырады, керісінше ажырауға, ыдырауға емес. Сондықтан біз ойлануымыз керек. Біз дінге пайдамыз тимесін, бірақ соған зиянымыз тиіп кетіп жатқан жоқ па осы қасиетті дінге? Алла тағала бізге сана берді. Сол сананы бергендіктен бізге Құранды берді. Осылар оқысын, мені танысын, дінім білсін деді. Сондықтан пайғамбар жіберді. Пайғамбардың көргенін, сахабалардың осы дін жолында көрген бейнетінің біз біреуінде әлі көрген жоқпыз. Алла оны басымызға салмасын, ол бейнетті. Енді бұл арада хадистен алынатын нәрсе жалпы зиян атаулы. Мұсылман адам, мұсылман бауырына қандай бір жолмен болмасын, сауда саттық болсын, үйлену болсын, неке құру, отбасын құру болсын, қарым қатынас болсын, барлық жағдайда бір-біріне зиян беруге қақысы жоқ. Мысалы, мен бір нәрсеге мұқтаж болып тұрмын. Сол менің мұқтаждығымды көріп тұрып, екінші бір мұсылман бауыр соның әдейілеп мынау еріксізден сатып алады деп ананың бағасын көтеріп тұру, ол зияндық беру болып саналады шариғатымызда. Керісінше оның ана жағдайын көріп мәжбүр болып тұрған, керісінше сен оның бағасын түсіп бер. Адамның үйленуге шамасы жетпей жатса, сен қалың малды көп сұрауың, ол да сен мұсылман бауырға жасаған зияндығың болсын. Бала келді, қызды ұнатты ма, қинама оны, зиян берме, келіс, рұқсатын бер. Қолынан келгенше пайғамбарымыз бұйырған сүннетінде тойын жасап берсін. Жоқ, сен именно мына жерде өткіз, анадай өткіз, мен бәлен кісім бар, түген кісім бар, мен мынадай крутой бір братаным бар, сол келеді, ол болмайды шариғат. Сондықтан мен оларға қалай қараймын ертең, сондықтан жаңағы ана мынауыңды білмеймін, осындай той өтетін болсын. Ол шариғатымызда зиян беру болып есептеледі. Сол сияқты да менде ақша бар. Бір нәрсені алайын деп тұрсам, сол нәрсені көтеріп жүрмеу керек. Болмаса менде товар бар, сатайын десем, мұқтаж болып тұрмын. Сен сол маған ақша керек, сол нәрсемді әдейі түсіру үшін, сен оны қинап, түсіртіп сатып жүрмеуің керек. Міне мұсылман зияндық бермеу керек. Әрбір мұғамалетінде, қарым қатынасында, сауда саттығы болсын, ол күнделікті қарым қатынасы болсын. Не жеңіл жағын, мұсылман бауырына пайда жағын ойлау керек. Алдың әкелді, қиналып тұрма, қанша ақшаң бар осынша? Мә, ал. Мына қаншаға сатайын депсің? Осылай кетуім керек еді, осыншаға өткізуім керек еді. Ананың өткізе алмайтынын біліп, жоқ, осыншаға сат. 10 теңгенің 5 теңгеге сатып алдым, ол өнер емес. Бау, екемізге де зиян болмасын, 10 теңге сатсам, 9, 8 теңгеге ал, екемізге де разы болды. Зиян бермей. Ананың жаңа ақшаға мұқтаж болып тұрғандығын пайдаланып, ананы арзанға алып қалып, ол болмайды. Бір-екі күн қинап, қайда барады, 5 теңгеге тастап кетеді ертең ол. Мұсылман ондай нәрсе істемейді. Сондықтан пайғамбарымыз дінде зияндық жоқ, біреуге зиян беру де жоқ. Сосын қазақ не дейді? Кең болсаң кем болмайсың дейді. Қараш, аталарымыздың біздің пейілдері кең болғандықтан Алла тағала кең жерді берді. Кең болған. Айтпесе басқа ұлттар бір жерім осындай ақ болсын деген жоқ қой, бәрі армандады үлкен жер болса екен деді. Бірақ сол Алла тағала бізге берген де сондай жер. Үйто кетіп қалды ғой жартысы. Қалғаның өз осынша. Әрқайсысы ойлады, кез келген ұлт бір жерін үлкен болғанын қалайды. Бірақ қазақпыз, сондай жомарт, пейілі кең. Біз сол қасиеттен айырылмауымыз керек, біздің мұсылмандық қасиетіміз. Кешірімді болу, мейірімді болу. Ол дінсіздің нәрсесі, имансыздың нәрсесі. Екінші бір бауырын қина. Сен таныма, ол мұсылман бауырың сенің. Бір нәрсесін сата алмай тұрса сатып бер, өткізе алмай тұрса өткізіп бер.
оны наоборот алдап сулап, ол нәрсе жатпайды. Сондықтан ислам ол әділдік діні, мейірімділік діні. Алла тағала сондықтан әділ қылушыларды жақсы көреді. Мұқситин дейді, әл-қист, әділдік қылушылар. Сабыр қылушылар, сабыр қылады. Тәуекел қылады, қанағатшыл болады. Осы сипаттар бар ма біздің бойымызда? Құдайдың кешкенін, бізді жақсы көргенін, рақым еткенін қалаймыз бармыз, әлбетте ниетіміз сол. Ал бірақ сол Құдай өзі ескерткен сипаттар біздің бойымызда бар ма? Құранда айтқан, пайғамбарының бойында табылған сипаттар бізде бар ма? Әлбетте жоқ. Ашуланамыз, сабыр қыла алмаймыз, қанағат қыла алмаймыз. Сондықтан құрметті ағайын, құрметті бауырлар, біз дінді кең түсінуіміз керек. Ол үшін Құдайға шүкір айтайық, міне осындай бейбіт заман болып жатыр. Тәуелсіздік билігіміз өзімізде. Құдайға шүкір мұсылман басшымыз бар. Оқыған сауатты дін басымыз бар. Енді ілім ал деп жатыр, мешіттер ашық, дәрістер бар. Неге үйренбеске? Қай мешітті алып қарма, мына полы жылайды. Қандай керемет. Ал бұл нығметтің біз қадірін білмесек, ертең біз бұдан сұраламыз. Сондықтан адам ойлану керек. Субханакаллахумма ва бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля анта ва настағфирука ва натубу илейк.